Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге қант пен тұзды тұтынуды азайтудың пайдасы қандай, сол туралы айтатын боламын. Яғни біздің көп мөлшерде тұтынып жүрген қант пен тұз біздің ағзамызға қандай зиян келтіріп жатыр. Осы туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Жалпы тұз бен қант біздің күнделікті мәзірімізге кірді, бірақ бұл өнімдерді қалыпты мөлшерде тұтыну керек. Өйткені олардың артық мөлшері адам денсаулығына өте зиян тигізеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ересектер үшін натрийді тәулігіне 2 граммен шектеуді ұсынған. Бұл 5 грамм ас тұзына сәйкес келеді. Орташа алғанда адам күніне 9-10 грамм тұзды тұтынуы керек. Тұз ағзадағы суды сақтайды. Оның көп мөлшері май тінінде сақталады және артық тұзды тұтыну қан қысымының жоғарылауына, жүрек-қан тамырлары ауруларына, бүйрек ауруларына және жылдар бойы остеопорозға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар тұздың көп мөлшері бастапқыда жануарлардан алынатын өнімдерде, ет, балық, жұмыртқада болады. Бұл мөлшерге жартылай фабрикаттағы тұздықтар, консервілер немесе тұздар кіретінін ескеру қажет. Көкөністер мен жемістерде тұздың мөлшері едәуір аз болады. Тек шпинат, балтыркөк, қызыл қырыққабат және қызылшаны қоспағанда. Ал көкөністерге дәм қосу үшін лимон шырынын, сарымсақты, жасыл пиязды, сірке суын, желкекті немесе дәмдеуіштер мен шөптерді қолдануға болады. Тамақтану кезінде тағамды тұздамауға тырысу керек. Тұздың ағзаға теріс әсерін бейтараптандыру үшін калий мен магнийге бай тағамдарды, яғни кептірілген өрік, мейіз, қара өрік, банан, күріш, бұршақ, теңіз қырыққабаты, кебек, асқабақ пен зығыр тұқымы, кешу және қышаны көбірек тұтыну қажет. Жалпы тағам әзірлеу кезінде пісіру процесіне бірнеше қарапайым өзгерістер енгізу арқылы тұзды тұтынуды 20%-ға дейін төмендетуге болады. Біріншіден, пісіру кезінде тағамдарды тұздамау. Екіншіден, тұздың орнына көптеген жағдайларда лимон шырынын қолдану. Үшіншіден, шұжық және ысталған өнімдерді тұтынудың мөлшерін азайту. Төртіншіден, кетчуп пен соя саусы сияқты тұздықтар мен түрлі қоспаларды тұтынуды азайту. Және де сонымен қатар сорпалар дайындаған кезде текшелерді пайдаланбау. Олардың құрамында көп мөлшерде тұз болады. Көптеген дайын дәмдеуіштердің құрамында көп мөлшерде тұз болатынын ұмытпаңыз. Ал қантты шамадан тыс пайдалану зиян екендігін айтпаса да белгілі. Жалпы қант бұл әртүрлі тағамдарға қосылатын, кеңінен қолданылатын өнім. Көптеген адамдардың әр тағамы бұл тәтті қоспасыз болмайды. Өйткені көптеген сусындар, кондитерлік өнімдер, кәмпиттер, десерттер тәтті дәмге ие болуы керек. Бұл өнім тәтті улану болып саналады. Қанттың зияны тазартылған өнімнің көп мөлшерін жеу арқылы көрінеді. Қанттың артық мөлшері қант диабетінің дамуына, семіздікке және ағзадағы басқа да мәселелерге әкелуі мүмкін. Тәттілерді теріс пайдалану кезінде органдар тезірек қартаяды. Яғни терінің коллагендерінде қанттың жиналуына байланысты бет пен денеде әжімдер ерте жастан пайда бола бастайды. Тері серпімділік пен икемділікті жоғалтады. Қандағы қанттың теріс әсері жүрек қызметінің бұзылуымен байланысты. Глюкозаның көптігіне байланысты тиаминнің жетіспеушілігі дамиды. В тобының өмірлік маңызды витаминдері шығарылады. Қант кальцийді ағзадан шығарады, сондықтан тәтті тісте буындар сынғыш болуы мүмкін. Маңызды микроэлементтердің болмауына байланысты рахит және тірек қимыл жүйесінің басқа да аурулары жиі дамуы мүмкін. Метаболизм мен тотығу процестері де бұзылатыны айдай анық. Және де қант
тіс эмалінің коррозиясына және кариестің дамуына ықпал етеді. Ересек адамға күніне шамамен 60 грамм қант жеуге мүмкіндік бар. Қант тек қант ыдысында ғана болады деп ойламаңыз. Мысалы, 3 сұлы печеньесінің құрамында 20 грамм қант болады. 50 грамм шоколадтың құрамында 60 грамм қант болады. 1 стакан тәтті сода 30 грамм қант болады. Алмада 10 грамм қант болады. 1 стакан апельсин шырынында 20 грамм қант болатынын ескеріңіз. Үйде дайындалған тәттілерді дайындауға арналған рецептте сіз ұсынылған қант мөлшерінің жартысын қолдануыңызға болады, немесе оны балмен алмастыруыңызға болады. Қантты сусындарды тұтынуды азайту, егер олар қант қосылмаған болса да, ағзаға қант сияқты әсер ету механизмі бар жасанды қоспаларды қолдану арқылы жасалғандығын ұмытпаңыз. Мамандар қанттан, яғни көмірсулардан толық бас тартуға шақырмайды. Қандағы қант деңгейінің қалыпты болуы сіз үшін сіздің белсенді болып спортпен шұғылдануыңыз үнемі маңызды екендігін, үнемі жеңіл жаттығулар жасап таза ауада жүруіңіздің керек екендігін ескертеді. Қанттан бас тарту бұл жас және әдемі көрінудің қарапайым тәсілі. Жалпы қант ол мәңгілікке бас тартатын өнімдердің бірі, өйткені оның адам денсаулығына зиянды тұстары өте көп. Қантсыз өмір атты кітаптың авторы Нэнси Эпплтон деген дәрігер қанттың қаншалықты зиян екендігін тізіп шығады. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға соны ұсынуды жөн көрдік. Біріншіден, қант сіздің иммунитетіңізді әлсіретеді. Екіншіден, бактериялық жұқпаларға қарсы күресуді төмендетеді. Үшіншіден, бүйрек ауруларына шалдықтырады. Сонымен қатар ағзаңызға хром микроэлементі жетіспейтін болады. Және де сүт безі, қуықалды безі қатерлі ісігіне әкеліп соқтырады. Глюкоза мен инсулиннің мөлшерін көбейтеді. Кальций мен магнийді бойыңызға сіңіруді бұзады. Көзіңіздің көруін төмендетеді, қанның құрамындағы гемоглобиніңізді көбейтеді. Ойық жаралы колит ауруын шақырады. Мінеки мынандай ауруларға тап болмау үшін сіз оның орнын бал, кептірілген жемістер, үйеңкі шәрбаты, арпадан істелген аштығы секілді заттармен ауыстыруыңызға болады. Сондықтан бүгіннен бастап қанттың өзіңіздің ас мәзіріңізден алып тастағаныңыз жөн. Ал егер де қант жеуді аяқ асты тоқтатып тастаса не болады? Тазартылған қантты тұтыну кезінде мида серотонин және дофамин деп аталатын ләззат алу гормондары бөлінеді. Тәттілер де адамға тәуелділікті тудырады. Ал одан бас тарту мыналардың пайда болуына әсер етеді екен. Біріншіден, ашушаңдық, селқостық, мазасыздық сезімі, және де жұмысқа деген немқұрайлылық пен тез шаршап қалу, бас ауруы, ұйқысыздық және бұлшық еттің ауырсынуы, тамақтану режимінің бұзылуы, таңғы, түскі және кешкі ас уақытында адамда тәбет болмайды да, беймезгіл уақытта тәтті тағам жеуге деген құмарлығы туындайды екен. Жалпы сарапшылар атап өткендей, глюкозаны мәзірден, бірден және толық алып тастауға да болмайды екен. Ол көмірсулардың қалыпты алмасуын жүргізу үшін ағзаға қажет екен. Егер ол бұзылса, жұмысқа қабілеттілік төмендейді. Қорек қабылдамаған ми жасушалары баяу жұмыс істейді. Адамның бір нәрсеге зейін тоқтауы, өз ойын жеткізуі және жаңа идеяларды ойлап табуы қиындап кетеді. Ашушаңдық пен мазасыздық пайда болып, бірақ тәтті десерт жесе, артынша бойында күш-қуат сезініп, көңіл күйі көтеріледі екен. Жалпы тәттілерден және де қанттан бірден болмаса да ақырындап бас тартудың қандай пайдасы бар, соған тоқталайық. Қантты тұтыну әдетке айналған болса, мүлде қолданбау қиынға соғады. Алайда тәтті жеуді ақырындап доғару адамға тек жағымды әсер беретіні анық. Біріншіден, күш пен энергияңыз артады, көңіл күйіңіз жақсарып, ұйқыңыз қалпына келеді. Терінің түсі жасарады. Артық салмақ кетіп, ісінудің басылуы пайда болады. Есте сақтау қабілеті жақсарады және де ойлау мүмкіндігіңіз артады. Сонымен қатар қантты қолданбау
қант диабетінің алдын алудың тиімді тәсілі. Диетологтар бұл әдеттен арылу үшін қант мөлшерін біртіндеп азайтуға кеңес береді. Сонымен қатар тұтынатын тағам құрамын мұқият зерттеп, қаптамадағы жазуды оқудың да маңызы зор екенін ескертеді. Сондай-ақ үйге артық тәтті сатып алмағаныңыз абзал, өйткені оны жеп қоюыңыз әбден мүмкін. Егер ақпараттар пайдалы болған болса, менің арнама жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.